Біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Дәл қазір студиямызға алғашқы қонағымыз келген екен. Орынгүл ханым, келіңіз. Сәлеметсіз, қайырлы таң, қош келдіңіз. Сізді бекер шақырған жоқпыз. Бүгін халықтық ем туралы әңгіме қозғаудамыз. Дегенмен де медицина саласының қызметкері бізге келіп ақыл кеңес айтпаса, әрине болмайды. Келіңіз. Қош келдіңіз. Қазір енді күн суытты, Астанада қар жауып тұр. Осындай кезде біз тұмаумен көп ауырамыз. Өзіңіз балаларыңызды қалай емдейсіз? Антибиотиктен тыс не пайдаланасыз? Менде 4 бала шағамыз бар бізде. Құдайға шүкір. Оларды алдын алу мақсатымен біріншіден физикалық күш түсіреміз. Соларға спортқа шұғылданып, және биге қыздар, үйде жаттама жасап, екіншіден таңертең тұрған кезде міндетті түрінде ботқа жеу керек балдар. Өйткені ол иммунитетті көтереді. Ботқаның ішінде өте пайдалы заттар бар. Белок деген витаминдер бар, өте көп байлы. Сондықтан оның ішінде қайсысы? Жаңағы күріш бар, сұлы бар. Сұлы өте пайдалы. Жүгері бар. Гречка дейді. Қарақұмық. Және күріште пайдалы, өте пайдалы. Сіз енді өзіңіздің тәжірибеңізде солай дәрігерге келмей ұзақ ауруын асқындырып алған, жаңа халық емшілеріне барып, көп уақытқа дейін келмей қалған пациенттеріңіз болды ма? Көбінесе халық емінің емделетін адамдардың барлығы айналып келіп дәрігерге келетін секілді бәрібірде. Бірақ халық емінің арасында да өте пайдалы, иммунитетті көтеретін әдістер түрлі көп, е? Ол мәселе өте маңызды. Медицина арқасында қазір денсаулық сақтау және денсаулық сақтау жүйесі халықтың денсаулығы туралы кодекстің ішінде 54-ші бабында осы әдістемелік медициналы туралы айтылған. Әдістемелік медицинаның екі түрлі болады. Бірінші әдістемелік ресми медицина. Оған кіретін 6 сала. Ол жаңағы сүлік терапия, және фитотерапия, шөппен емдеу, ине, илы терапия, алтын ине деп айтады халықта. Бұрын жоқ болды сол кейінгі кезде. Және катон қарағай деген физикалық өнер жағы природный факторы дейді. Солмен емдеу, физикалық фактормен водолечебница, балшықпен емдеу, ол да әдістемелік және ресми медицинаға жатады. Ол әр ауруханада, әр ем алуға болады. Ол ресми түрінде высшее образование алған дәрігерлер тек қана жасау керек. Ол біздің кодексте және біздің протоколдарда, клиникалық протоколдарда жазылған. Ол біздің ауруханада беріледі ол ем. Ал екінші түрі ол халықтың медицина. Ол баяғыдан келе жатқан, біздің ата-бабамыздан келе жатқан мақсы, осы традиция әдістемелік медицинаға жатады. Оның бір түрі, мысалы, қолмен ұқалау және сынықшы деп айтады. Ол жаңағы, мысалы, әке шешесі, аталары өзінің балдарына осындай білім берілген. Ерекше дарынмен келетін дүние ғой. Дарынмен келетін дүние. Бірақ оның бір несі бар, кейбір науқастар осы емшілерге барып, бізге асқынып келеді. Ондай случай бізде болған. Әр емшіге сеніп, әр жерге барып, әрден асқындырып, өліге жақын жағдайда келу мүмкін. Сондықтан халықтың медицинаның аккредитация ассоциация арқылы қазір. Минздрав ассоциация жасамайды. Министерство здравоохранения. Сондықтан осы емшілерді пациентке қауіпсіздік ем берсе, егер осындай хотя бы среднее образование, орташа медициналық білім алса, нәжіспен емдейтін дегендерді естейміз, ішкізет дейді, түрлі жаңағы бір келіншек, бір оқығаным бар, жаңа уқалау арқылы, массаж арқылы, қамшымен сондай уқалау арқылы баласы түсіп қалған екен, өзі байқамай қалған ғой. Енді неше түрлі жағдайлар болады, біз оларды жоққа шығармаймыз, дегенмен де өз денсаулығымыз өзімізге керек. Негізі бұл халықтың медицина 80% психологиялық әсері бар. Өткені әр науқас, әр адам өз-өзімен жақсы сөйлесетін адамды іздейді. Ал емшілерде уақыт көп, дәрігерлерде уақыт болмайды. Дәрігерлер диагноз қою керек. Бір пациентке 20 минут
беріледі бізге 30 минут одан ары қарай берілмейді. Сондықтан біздің жағы өзіміздің ерекшеміз бар, бірақ ресми медицинаның қазіргі жаңағы саласы, қазіргі дамитын жолы именно психологиялық емдеу және дәрігер психологиялық әдістермен үйрену керек. Пациенттермен жақсы сөйлесу, жылы сөйлесу, әр жағдайын біліп, ішкі барына кіріп, өз-өзіне сенімділік туып, содан кейін қорқытпай дейсің. Қорқытпай, ойбай сен өлесің, кейбір дәрігерлер бар. Болды, екі айдан кейін сен мына өлесің. сенің диагнозың мынау екен ғой, баяғыдан қайда жүрсің деп қорқытады. Сондықтан дәрігер психологиялық білім алу керек. Шай ішіп отырсаңыз болады. Мен есіме түсіп отыр, Орынгүл ханым. Рахмет. Рахмет. Бала кезде енді жаз айларында кейде бір ұшынып кетесің, бала болғаннан кейін жаңағы жеміс жидекті жумай жейсің, сондай кездерде ауырып қаласың ғой. Сонда үйде әжеміз күннің батуын күтіп жүретін. Бізде баламыз ғой. Сонда бізді жұқа көрпеге орап, кәдімгідей ұшықтап, аластап, кешке қарай күн бататын кезде сол рәсімді істейді. Таңертең құлан таза айығып шығамыз. Сонда әжемнің жаңағы керемет бір, енді біз әлі күнге дейін мамамыз дүниеден өтті ғой, мама ұшықтағанда бірден жазылып кетуші едік деп әлі күнге дейін айтамыз да, ол жаңағы баланың сенімділігі шығар. Мүмкін ондай, бізде де ырым бар ғой енді ұшықтау деген. Ұшық, жер ұшық, менің қызым ауырмайды, барлығы жерге кетсін деп неше түрлі өзінің бір сөздері бар. Солай бізді кәдімгідей жазып алатын. Ол да болады. Ол егер сенімдік толса, ол да болады. Егер пайда әкелсе. Әр нәрсе психологиялық дәстүрлер ол қолдану керек. Мысалы, дәрілік емдеу және басқа емдеуге қоса, егер осындай әдістемелік және халықтың емі болса, қауіпсіздік бірақ. Ол пайдасына келсе, біз оған қарсы емеспіз. Көп жағдайда ауруымыз асқынған кезде жедел жәрдем шақыртып қана баратын жағдайлар болады. Қазақтар сондай ма? Сондықтан енді скрининг деген бар, алдын ала өзіміздің денсаулығымызды тексеру деген бар, өз-өзімізге күтім керек. Жаңа сіз айттыңыз, енді бекітілген медицина, оның ішінде шөппен емдеу, дәріханаларда түрлі шөптер тұр сатылымда. Сіз солардың ішінде пайдаланасыз ба? Пайдаланамыз. Қайсысын пайдаланасыз? Бізде, мысалы, біздің ауруханада криосауна деген бар. Минус 110 градус, ол тек қана бізде бар. Екіншіден, сумен емдейтін бөлімі бар. Оны гидротерапия деймін? Гидротерапия, гидроколон терапия бар, үлкен шекті тазалау автоматты түрінде өте пайдалы, өте жеңілденесің. Үшіншіден, мына ванна қабылдап, скраб жасап денесін, водоросли қабылдап, Россиядан келген, соны жаңағы қабылдап, және магнитотерапия деген бар бізде. Ол жерге барып, инемен емдеу, сүлікпен емдеу. Ем алу үшін міндетті түрде сол ауруханада емделіп жату керек па, жоқ кәдімгі Астанада тұратын кез келген тұрғын барып ала аламын? Амбулаторны түрінде келіп кетіп алуға болады. Бізде күндізгі стационар бар, және ақылы түрінде кәдімгі стационарға жатуға болады. Біздің бөлімшеде әртүрлі мамандар бар, мысалы, олар жолдама береді, тексереді, физиотерапевт деген дәрігерлер жоғары жаңағы несінде сатысындағы. Фитобушке дегендер бар, өте пайдалы. Өте пайдалы. Мен өзіме көрдім, бір жыл бұрын қатты ауырдым, остеохондроз, басқа спортпен шұғылданғам. Соны айтыңызшы, бізде де болсын. Спортпен шұғылданғам, кішкентай кезімде, жас кезімде екі травма алғам позвоночникте. Сондықтан мына дәрін қабылдағым келмейді, өйткені әр дәрінің өзінің әсері бар. Сондықтан міне физикалық жаттығу ол да көмектеспеді. Сондықтан мен пиявка, сүлік қабылдадым, магнитотерапия қабылдадым, физиотерапия электрмен, және водолечебница, және криосаунаға барып, содан жазылдым. Әсіресе тұмауға енді келіп тоқтала береміз, өйткені балалар, оқушылар, балабақшадағы ата-аналар көп қиналады, өздері жұмысқа тұрады. Жаңа жұмыртқаның ішіне сарымсақ салып қойдық. Оның өзі қорғайды ол расымен. Дұрыс істедіңіз. Өте қызық нәрсе. Мен балдарыма енді соны енгіземін. Бірінші таңертең тамақ жеу керек. Ол туберкулезге қарсы. Біз таңертең жаңа сіз айтпақшы ботқа пісіретін уақыт жоқ. Атып тұрып кетеміз ғой бәріміз. Ботқа пісіруге 5 ақ минут керек. Сол енді уақыт жоқ деген сылтау ғой. Мен Москвада оқыған кезде мен мұғалімім, ол кештен сол ботқаны сүтке езіп, бұқтырып қояды,
И таңертең тек қана бір қайнатады да болды, дайын Ыссы су құя қояды. Иә, сондай пайдалану керек. 1 минут, 2 минут кетеді. Екіншіден неде сатылады ғой қазір дайын ботқалар. Жылдам дайындалады. Иә, тек қана жаңағы ыстық су құйып. Иә, сондықтан ерінбеу керек. Тамаша. Көп рахмет сіздің кеңесіңізге. Ал екіншіден айтатыным, гриппқа қарсы қазір вакцина шықты ғой. Вакцинация жасау керек. Кішкентай балаларға да. Неше жастан бастап? 15-тен жасап, 15 жастан бастап біз ересектерді қабылдаймыз. Сондықтан 16-15 жасардан бастап вакцина жасауға болады. Ол вакцина тек қана сау адамға және даже трансплантация, ағзалар трансплантация өткізген, ауыстырған, оларға да болады. Бірақ тірі болмау керек. Тірі болмаса, сол вакцина жасау керек. Ол жаңағы ұзақ уақытты, ұзақ өмірдің бір дәстүрі. Ұзақ өмір сүрем деген адамдар міндетті түрінде вакцина салу керек. Тамаша, рахмет. Кеңестеріңізге рахмет. Медицина тұрғысынан да халықты емді пайдаланатыныңызды да өте көп айттыңыз. Еңбегіңізге табыс тілейміз. Сырқаттар аз болсын елімізде.